Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қайда бара жатырық? Бүгін біз папаларымызға баратырмыз, Наурыз мейрамы қарсы алуға. Мұнда дайдап қойған нем бар? Мәссаған. Қамшыларым, әке? Қаншама қамшы істеді папам. Қоңырат найман керей уағаты бұқты баласының. Сәлематсыз ба? Бүгін 22 Наурыз мейрамы құтты болсын. Біз қазір ата-анамызға бара жатырық Наурыз мейрамын қарсы алуға. Бізбен бірге жүріңіз, көрсетеміз қалай болады. Сұлтан, барлығына сәлем айт. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қайда бара жатырық? Бүгін біз папаларымызға баратырмыз, Наурыз мейрамы қарсы алуға. Наурыз мейрамдарымыз құтты болсын, ақмол болсын. Я, рахмет, бірге болсын. Бірақ бүгін ауа райы бізде кішкенде онша емес, жаңбырлы болып тұр. Бірақ жылы. Қанша градус? 10 градус қана. 10 градус қана, да? Ал, бісімді шығайық. Тез жүгір, жаңбыр болып отыр. Көрсет дейді сәні. Осы үйде папаларымыз. Осы үйде папаларымыз тартына біріншісі. Алдында бір коды бар. Әкел көрсетем. Алдында код бар, әне есігі тұр. Артында осы бірінші этаж ғой, бүкіл үйіміз, бірінші этаж. Осы мында кіреміз. Ал міне келдік. Осындай кішігірім дорлары бар. Жазда мамам осындай жүгелерге гүл егізеді. Опа, сәлематсыз ба, мейрам құтты болсын. Құтты болсын. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Қайсы қабыл болсын. Рахмет, я келе жатқан. Бүгін енді ұлы күні, жаңа жыл айтымыз бәрі құтты болсын, қабыл болсын. Айтымыз бәрі қабыл болсын, бәрі бізде жақсы болсын. Денсаулық бәрімізге, отбасымызға амандық. Бүгін мінеке Наурыз көже дайындап жатыр. Ас асты. Енді неміз ғой. Төл мерекеміз ғой, Наурыз. Ай бәрі ата келіп тұр, бәрі қабыл болсын, қайырлы болсын. Наурыз құтты болсын, бәріне тілеймін, денсаулық, бақыт тілеймін, Қазақстанды баларым. Бәрі аман болсын. Туыстар бәрі аман болсын. Әрқашанда жақсылықтың кездесейік. Рахмет. Алмам көрсет енді. Дастархан істеді. Нан жейміз қазір. Эльдар деген жігіт, Мансур қарамда. Мансур деген жігіт, үлкен апамыз. Кішкентай мен біздің. Мам Наурыз көже пісірді. Қазір ең басты Наурыз көже. Одан кейін екінші етнам дейміз. Осылай мынау кухня ғой, мынау кухнясы. Кухня мен зал бірге. 2 комнатный квартира. Қыпшақ, қабыз көшек қыпшақ, қара қыпшақпыз, тамбамыз қыпшақтардың. Біздің папамыздың қолы шебер, осындай әдемі қамшыларды өз қолымен өреді. Кейінірек жақынырақ сізге көрсетеміз тағы да. Ал келесі сәтте көрерменге арналған кішкентай сұхбат. Германияда неше жыл тұрасыңдар? Қалай келдіңдер, қашан келдіңдер? Бұл енді осы алдағы апрельдің 4-іне турадай 20 жыл болады келгенімізге. Үйді біткеше дегенше өтіп кетті. 20 жыл деген біраз уақыт қой енді. Өтіп кетті. Біз енді неден мекеніміз Қостанай облысы ғой. Қостанай облысы, Таран ауданы, Түйемойнақ ауданы, сояқта тұрғанбыз. Оқырау деген совхоз болған, Ерменсай. Осын Абай совхозы, туған жеріміз Елтай. Германияға қалай келдік? Қалай келгенде, енді мамаң туыстар осында келді бізден бұрын. Нағашыларымыз. Нағашыларым 1-2 жыл. Сосын елде білесіңдер ғой енді. Жұмыс болмады. Анда жүгірді, мұнда жүгірді балалар. Жанымызда қала бар тұғын Лисаков. Ода да жұмыс жоқ. Дейіп қашып әйтеуір. Сосын мұнда жұмыс бар дегесін. Балалардың болашағы үшін келдік қой. Папа, мынау қамшыларды өзің өресің ғой, аға? Енді
шамал ептеп нем бар мамандығым иә қойшы болдым ғой 10 жыл ерінбеген етікші болады дегендей сол мұнда былғары бар қандай керек соны орып отырып ерінбей өрем қамшы өрем шыбыртқы өрем көрсетесіз ба? көрсетемін анда келерде нем бар енді бәрін дайындап қойған Кеттік бұнда. да Барайық, көрейік. Әрбір үйде Германияда подвалы бар. Подвалы әбедемі. Сол бір подвалдың, папаның подвалы. Осындай подвал. Әрбір квартира бір үйден аяғып түседі. Мұнда стиралкалар тұрады. Бүкіл үйдің. Мұнда келіп киімдерін жуады. Ал бұл папаның темір қорасы. Міне осында жаңа айттым ғой әлгі ерінбеген етікші болады деп осында отырып мұнда дайындап қойған нем бар Мәссаған. қамшыларым әке Қаншама қамшы істеді папам. Керемет. мынау қарға атқа мойындық Осы бәрі папам Германияда істейді. Немістердің кожаный диванды бұзып, сонан қамшы шыбыртқы істейді. мұнда да бар Мұнда да бар. Сосын көрсетеміз тағы. осындай не істегенмін осылай орып қойғанда өріп отырамын Бұл нешеге өрім? бұл 8 өрім 8 өрім. 8 өрім Бәрі өзі қолымен істейді. Оюларды өзі істейді. Далада табалады, блестящий қаналтыр. Не болса да дүкеннен сатып аламын дүкеннен сатып алады. осылай мінекей бұл 8 өрім қамшы 8 өрім бұны әлгі баяғыда көретін едім шалдар өріп отырады осыны түкіріп отырады тфу деп отыратын түкіріп мынау қайыс кесетінде істедім өзім қайысты мына не таспаларды кесуге Көрсет. мысалы былай осылай аламыз да былай мына таспаның бер жағын тартасың көбірек мияғын просто ұстап тұру керек сонда айырылады осылай осылай мінекей сонда осындай әдемі таспа болады сосын барып өріп Осындай подвалдар бар. мында не бар бәрі керек нелер бар Германияда бәрі бар Холодильник бар. Топ тұр холодильник. Папа, жылқының еті қалды ма тағы? бар ғой жылқы ет Алды ма? әлі бір екасын бар әке сосын болмаса аламыз ғой Жарайды. Мына қамшыларды алайық өзіңен. Мында дұрыс көрінбейді, оларды үйде жарықтау. Үйде көрсетейік сосын. үйде бар ғой Мәссаған. Папам өрді өзі бәрін. осыны ерінбей отырып жазған жоқ Жазу жоқ. жазу жоқ Мына біздің аталарымыз, бабаларымыз. Папам өзі істеген. Все, жылқы бітті. Бітті ма? Да. И так 2 года сүрет болып қалды. Алу керек барып тағы. Соңғы соғым қашан папа болды? 2 жыл өтті ма? солай шығар 2 жыл болып қалды құран оқып жіберейік Қазір. әруақтарға Наурыз көже. мен беремін маған бер де әдемі екен ал мына айтымызға құран оқып жіберейік әруақтарға бисмиллахир рахманир рахим аузу биллахи минаш шайтанир ражим
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aleminirrahmanirrahim. Allah'ın kanımız diye. Her vakti kavuşayımız. Kurban aytımız beri kabul olsun. Осылай біздің атанамыз 2003 жылы Оралмандар программасы арқылы Германияға көшіп келді. Бірақ оған қарамай, әлі күнге дейін 20 жыл өтсе де атанамыз салт-дәстүрін ұмытпайды. Барша қазақ еліне, әрбір қазақ отбасына амандық, саулық, тыныштық және тұрақтылық тілеймін. Ұлыстың ұлы күні Наурызбен шын жүректен құттықтаймыз. Енді 20 жыл Германияда тұрасыңдар. Қайша балаларың бар, немелерің, шөбелерің? Дұрыс. Осы Германияға келгенде 3 немерем бар еді. Есін қосылды ғой немерелер. Еміне келдік. Одан бері Құдай беріп қосылып жатыр ғой. Қазір 12 немерем бар. 7 шөбереміз бар. Бәрі жақсы. Жұмыс бар бұнда түскен жерімізде, қазір тұратын жерімізде. Бұрында әлгі неге түсіріп, баяғы ГДР біледі ғой. ГДРда жұмыс жоқ. Сосын барып осында баламыз келіп жұмыс тауып, осында бәріміз көшіп келдік. Қазір осында тұрып жатырмыз. Бұл ең үлкен облыс, Германия бойынша халқы көп. Табысы да жақсы, жұмыс та көп. Мұнда қанша ағайын тұрады? Нағашыларым бар ғой мұнда? Нағашылар жетеді ғой, бәрі білмеймін. Қанша бізде. Вообще семьясын үлкен біздікі. Балаларым 2 ағасы бар, 3 4 қыз. 4 қыз да. 4 қыз. 2 бала. Бәрі осында тұрамыз. Бірақ бәрі де не, других городах тұрады. Әрбір жерде. Алыс емес, бәрі жақын. Негізі Германия жақын ғой. 1000 километр. 1000 болады, 1000, аха. О, машалла. Келді. Қазір Германияда өте қиын жылқының етін тауып алуға, бірақ біз тауып алдық. Өзіміз сойдық. Шұжық, қарта, қазы өзіміз бәрін істеп. Солай ғой? Солай, дұрыс. Осында 20 жылдың ішінде енді бір 7-8 жылқы сойдық. Сатып аламыз, өзіміз барып сойдық, сойып та береді. Енді неше жыл ғой. Енді бұлардың жылқылары қоңды ғой, жағалай бұларда арғы жоқ. Олар атқа мінбейді. Бұлай қызыққа ұстайды ғой үйлерінде. Сол ретінде 1-2 не бар? Әлгі мал соятын жерлер. Таза жылқы сояды соларды 2 жерде. Содан барып аламыз. Бісміллә деп. Атанамыз ең алғашқы рет Германияға көшіп келген кезде бұрынғы ГДР деген жерде қоныс құрған Ваймер деген қаласында. Ол Германияның Тюринген деген жерінде орналасқан. Бізде Ваймер жайлы кішігірім видеомыз бар каналда, өтіп көрсеңіз болады. Ал қазіргі таңда біздің атанамыз зейнеткер, қаладан әлеуметтік төлем алады. Пап, мам, Қазақстанда қашан болдыңдар соңғы рет? Соңғы рет болдық 18 жыл. Той қызым ол? 17, точно, следующий год бардық. 18 жыл бардық, содан бері қарай 2 жылда бір барып таптығымыз. 2 жыл сайын. Бірақ мынау қайдағы жоқ коронавирус келді. Укол ал дедім, пыж-тыж. Үшім реті келмеді. Уже 4 жыл болды. Енді биыл алып қойдық билет. Осы майда. Майдың аяғында ма? Майдың 20-сына алдық. Июньнің ортасына дейін. Қазір бұда өте бұлай не ғой? Қазір заман қандай. Лисаков болсын, Астана болсын, қаяқ болса да әлдегенше телефонмен сөйлесіп тұрасың. Көріп сөйлесесің. Мүлдем сағынбайсың, даже кеше ғана сөйлесіп, бүгін келіп тұр деп айтады ғой. Сол сияқты. Баяғы заман болса әрине. Бір ай қат жүреді, телефон жоқ. Қазір бәрі заманда қарай өте жақсы. Мынау енді күйеу бала біздің. Наурыз құтты болсын.
Павлодар жақтан келдім. Арғын. Руын арғын. 12 жыл осы жерде болып отырмын. 12 жыл да. Папа, сен домбыра тартып бересің бе бізге? Ата бабалардың өлеңдерін. Иә, ұмытып қалмасам көрейін. Бізде әрине домбырашы емеспіз, но домбырамды алайыншы, шығады шалғайтын салайыншы. Осылай бас қосылып отырғанда тарихын бабалардың жырлайыншы. Айрықша көрінеді аздың міні жігітке, жеке тумақ болар мұңы болыпты. 92 бала қыпшақ аңлатып ата жолын жаздым мұнан. 300-дің аты қойған бабасынан орта жүз толық еткен әммәсінен тарақты. Арғын қыпшақ қоңырат найман керей уағаты болыпты баласының. Туыпты арғын қыпшақ бір анадан, қоңыраттен бір анадан қуат найман орта жүз. Жеті рулер ойлап тұрсам тарайды, жеті арыслан бұл арадан. Қоя тұрым басқаларды, қыпшақтың айтылады дастандары. Қара қыпшақ қобыланды бабаларым, толық жұрт қатарынан асқан бәрі. Қыпшақта қара балық ноқтағасы, қара қыз болады оның қарындасы жайлайлап. Сарыарқан ау мекен еткен шұнақтың қостанайда 4 баласы. Қар жаудан ағын құла еке өтті, 5-тен қоңыр бабам жеке етті. Жанғожа Байсарының жалғыз ұлы, шошадан ауыз көшен болады. Жет ата ауыз көшек бөлінеді, бәрі де Қостанайда көрінеді қозайдар. Ешпай сатпай бабаларым, мен болам Жұмағұлдың немересім. Боламыз ауыз көштек құттымынан баларым, сол кісілердің тұқымынан бабамның. Үлге өткен жайын айтып ұрпаққа хикая боп қалсын мұнан. Деп бітігеміз. Рахмет, күшті өлең. Енді Кенесарыны айт, Кенесары үшін өлеңдерін. Кенесары, ой, ол енді мен естідім. Біраз бұрында үлкен кісілер айтып отырғанда, ол кісілер тығылып айтатын еді. Ол кезде ол Кенесарыны айтуға болмайды. Халық жаугер сайлаған орыстар. Сосын бізге айтқызбаған. Бірақ соның ішінде үзінділері қалды. Бір шамалы үзіндісін білем. Соны айтып берейін. Жүрі жолдар данасы, әркімнің алған данасы, жан біткенге несілем. Дарияның аққан саласы, үйсіздерге үй болған бей атаның қанасын. Кенесары Наурызбай, Абылай хан атасы. Әуелге беккен қонасы, жайлайдағы құс-құснау, да соның данасы. Кенесары ер болды, ел ішінде бір болды, асу қиын бел болды. Қарсы келген адамның көзінің жасы көл болай. Арғатасы Абылай, Қасым ханның баласы, Кенесары батырдан. Наурызбай туды ер болып, бір шешеден артынан, екеуінің бағасты. Қара қазақ халқынан, бұл естеген елдердің денесі балқыған. Ер Наурызбай ойлайды, текке жаумен мінсем деп, найза теспес ұрып өтпес. Шегі сауыт кесем деп, кенекемнің артынан жолдасы болып ерсем деп. Жар болда көр біздерге, атамыз туған Абылай, сендердің қанатым, үгіттің шәкірі жауке толыбай. Ұмтылыңдар елдерім, жан-жағыңа қарамай, мұдықтың болған жібермес, шығыр жоқ қармай. Абылай ханның баласы, Қасым туған Қасымды, арғы тегін сұрастан шынжырғаттар асылды. Саржан атқа мінген соң төренің бағы ашылды.
Жаңғызтары не болады есен келді қосылды кімге барып теңейсіз наурызбайдай жасыңдай. Ойде. Күшті. Шықты ма шықты? Бойында расты, өзімен таныстым, жайнаған гүлде құрбым сен, жағаны тұрдың сен. Жаз еді күлкімде, қайдасың бұл күнде, сені іздеп арманы, сор бойын шарлады. Сені іздеп арманы, сыр бойын шарлады. Арманым сияқтамыз, айтылып келеді қияқтамыз. Жол жаққа қараймын, сен жақсың арайлы. Кешікпе келіндерім, мен тұрмын елімдемін. Жол жаққа қараймын, сен жақсың арайлы. Кешікпе келіндерім, мен тұрмын елімдемін. Күшті. Мінекей бүгін сәт түсіп мерекеміз ғой, наурыз, жаңа жылымыз, түрік елдерінің, мұсылман елінің төл мерекесі бәрі құтты болсын, қайырлы болсын. Бүгін мінекей кемпір қызды балаларымен, келіндерімен бәрін дайындап наурыз көже іштік. Соғым бетінен қыстан қалған соны асты. Өзіміз үй ішіміз ғой. Ал осымен мінекей батамызды бердік. Бәріңе амандық тілеймін, отбасыларың аман болып, үй іштерің аман болсын бәрі де, бәріңе зор денсаулық, бақытты болыңдар. Әрқашанда осылай дастарханымыз жақсылыққа жайылып, өз деген арманымызға, тілегімізге жете берейік. Біз алыста жүрсек те тілектеспіз, елдегі туған туыс, құрбы құрдас, көрші көлем бәріне дұғай сәлем. Енді сендерге бәріне бақыт тілеймін, денсаулық, балалардан рахат көріңдер. Аумин. Аумин. Рахмет.